ала жібін аттап кеттім. Білмеймін ғой әйтеуір елдің бәрі мен ассалаумағалейкум амандасып тыныш жүрген сияқты боламын ғой негізі кәдімгідей. Қорра Entertainment Қайсар Қамза достар ұсталды. Вьетнамнан ұсталған екен. Интерполмен 3 ай болды ғой енді. Январда жаңа жариялаған, енді міне апрельде ұсталып отыр. Жалпы 100 миллион теңгеге жуық қаражатты, одан көп дейді негізі, криптовалютаға салып, жаңа онлайн казиноларды ссылка жіберіп, реклама жасап, в общем, аудиториясын сондай ойынға шақырған деген күдікпен жаңағыдай жарияланған международный розыскқа. Енді міне ұсталып отыр. Бүгін ұсталыпты. Енді оны сол Вьетнамнан экстрадиция мәселесін шешіп жатыр. Енді елге әкеліп, үшін соттап бытшылық қылады. Менің айтайын дегені осы сияқты әртүрлі онлайн казинолар, букмекерлерде, тағы басқа азартный ойындарда халыққа жаңағыдай реклама жасап, өздерінің ішіп шыққандарын, неше түрлі жаңағы ресторандарда отырып, тамақ жеп, алдына дастархан жайып тастап, қымбат машиналарды алып, шиковать етіп жүрген блогерлердің барлығын негізі тексеру керек. Конкретно тексеру керек. Қалай ол? Вот доказательство видеосында мақтанып жатыр. Демек ол ақшасы бар. Ол ақшаны қайдан алып жатыр? Тексеру керек. Мына жаңа баяғыда Бальзак айтқан ғой, кез келген бір жаңағы байлықтың артында бір қылмыс жатыр деп. Іздесең, оның қылмысын табуға болады. Сол үшін мына блогерлер қысатын жерлерін қысып, тыныш қана жүру керек. Пайдалы нәрсені істе, қолынан келмесе, үйтіп халықтың алдына шығып мақтанба болды. Бәрін ұстап, кәдімгідей қамап тастау керек. Конкретносы осы. Блогер Қайсар Қамза Вьетнамда ұсталды. Себебі заңсыз онлайн казино реклама жасағаны үшін оны халықаралық іздеуге берген болатын. Сөйтіп, бүгін уже шығып жатыр новостилардан, көрген шығарсыздар, Вьетнамда ұсталды деп. Енді барлығымыз білеміз, біздің Қазақстанда онлайн казино, заңсыз онлайн казино реклама жасауға болмайды. Қаншама блогерларға ескерту жасадым. Қайсарға да біршама жылдан бері видео түсіріп келе жатырдым, айттым, құрсын жасамай ақ қойшы, керек емес деп. Бірақ та ол оңай ақшаға қызықты. Енді артық осындай болып жатыр. Қазір АФМ жұмыс жасап жатыр, оны Қазақстанға алып келу үшін достар. Қазақстанға алып келгесін, соответственно, АФМның страницасында видеосы шығады, и және де осы туралы мен де айтамын. И блогерлар айтқым келетіні, қойыңдар, есің барда уже қойыңдар, уже натуре қойыңдар. Если қоймайтын болсаңдар, осылай жүресіңдер. Бүкіл жұрттарың блоктанып, розыста бол, бүкіл новостиларда сендердің аттарың болады. Так что жеңіл ақшаға қызықпаңдар, жеңіл ақша табамын деп, халықты қораға тығамын деп, өздерің қораға кіріп кетпеңдер. Всем ассалаумағалейкум. Мына қаңғырған Қайсар Қамзаның төңірегіндегі жаңалықтың құны негізі достар бір атым насыбай ғой. Енді несін айтасыз? Жалпы онлайн казино, құмар ойындары деген бәлені өзінің әлеуметтік желілері арқылы жүйелі түрде жарнамалап, және сол үшін табыс процент ақшаны алып, соны жасыру мақсатында крипто кошелектер ашып, сол жерге тығып, сол ақшаның буымен, көмегімен әртүрлі шетелдерде қыдырып, қаңғырып, білген істеп, арсыз, ұятсыз контентті түсіріп, соны халыққа, жастарға дәріптеп жүрген блогердің осы іс әрекетін енді қаншалықты ақтайсыз, қаншалықты қолдайсыз деген ол не сұрақ енді, оны кім қолдайды, оны білмеймін. Енді оны қолдайтындар да бар екен, әркімнің өз позициясы, өз құқығы, бірақ өз басым енді мүлдем дұрыс емес нәрсе, түбі жақсылыққа апармайды. Қараңыз, бұл жерде мәселе мынандай: сіз көшеде мысалы біреуді ұрып кетсеңіз, ол сіз бір адамды ұрдыңыз, сол үшін қылмыскерсіз, соның жазасын аласыз. Ал Қайсар Қамзаның істеп отқан әрекетіне негізі бір адам емес, қаншама сансыз адам, оның санын есептеп шығару мүмкін емес, қаншама адам зардап шегіп жатыр. Яғни құмар ойындарына тартып, соған мотивация беріп, промокод жазып, осымен кірсеңіз, тіркелсеңіз сізге скидка береді деген сияқты халықты қызықтырып осылай жарнамалау, бұл енді барып тұрған қылмыс емес. Немене енді, соның ақшасын жаңа крипто кошелектарға тығып, тағы басқа, бұл да бір қылмыс. Былай қарап тұрсаң, сол себеп достар, енді барынша адал табыс табайық. Жұрттың бәрі әйтеуір тірлік істеп, жұмыс істеп, өзінің отбасын асырап, тағы басқа істеп жүр ғой. Енді үйтіп жаңағы ойын күлкі, өзінің тілмен айтқанда қоралатып, кайфовать етіп жүруде дәріптеген адам, ол түбі жақсылыққа апармайды. Жастар соны көреді, осылай өмір сүру керек екен. Ал олай өмір сүру үшін осылай онлайн казинолар, құмар ойындары, жеңіл ақша тауып алсақ, сол ақшамен жұмыс істемей, әйтеуір қиналмай өстіп өмір сүрсек деген, білмеймін, қандай сана ол үшін керек екен да достар. Енді мен ойымша адалынан табыс тауып тіршілігімізді көрейік. Не қыласыздар, оны ертең ұсталады, сосын өзінің жазасын алады, болды ғой. Қайсар бауырларыңыз розы тарихын өтіп ала жібін аттап кеттім. не істеп қойды дейсіздер ма? Білмеймін ғой әйтеуір елдің бәрі мен ассалаумағалейкум амандасып тыныш жүрген сияқты боламын ғой негізі негізі енді елдер асырып айтып жатыр ғой, там 5 жылдан 12 жылға дейін санкциясы екен, розыста екен, басқа дейді да. банкты нахуй жоқ достар, 214-ші бап бар. Бұл жерде экономикалық
қызмет саласындағы қылмыстарды незаконный предпринимательство дейді да. 214-ті алайық десек, қылмыстың құрамы бұл жерде кемейді. Ол бизнес ашып жатқан жоқ, басқа только реклама жасап жатыр. И дальше адам өзі шешім қабылдайды, ойнау қажеттігін или ойнамай ма дальше. Екіншісін алатын болсақ. 307-ші бап заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру. Игорный бизнес. Ол да келмейді. Игорный бизнесті ұйымдастыру қалай? Ол просто реклама жасап жатыр, лотерея жасап жатқан жоқ. Или казино ашып жатқан жоқ, незаконно. Просто инстаграмға ссылка қойып, ссылка сен қаласаң ойнайсың, қаламасаң ойнамайсың. Қылмыстың құрамы жоқ та. Енді дополнительно тағы бір бапты 217-ні алатын болсақ, қаржылық пирамида құру және оған басшылық ету вообще келмейді, қатысы жоқ. Қаржылық пирамиданы жарнамалау деген бар да. Енді ол 217 примадин деген жарнама, реклама деген сөз ғана келіп тұр, а бірақ ол пирамиданы жарнамалап отқан жоқ та. Оның іс-әрекетінде тек қана әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 455 бап бар. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Қайсардың іс-әрекетінде қылмыстың құрамы бар ма, жоқ па? Менің өзім пікірім, менің өзімнің былай саралауым бойынша заң жүзінде қылмыстың құрамы жоқ секілді. Неге? Себебі ол жерде незаконный предпринимательство жасап жатқан жоқ, пирамида жарнамалап жатқан жоқ, не болмаса игорный бизнес ұйымдастырып жатқан жоқ, енді реклама жасап жатыр, реклама жасаған үшін басқа бап бар да. Ал 214 қозғаған күннің өзінде де ол жерде ол шетелде жүрген адам оған розысты қалай қойып жатыр, оны допросы керек, оның іс-әрекетін саралау керек та, құзыр болып. Ол әлі допрос бермеген, оның қылмыстық іс тіркелген енді біліп отыр. Действительно, реклама, онлайн казино жасағанға, реклама еткенге барлығымыз қарсымыз. А бірақ прямо адамды былай істейтіндей, розысқа беретіндей ондай әрекет деп ойламаймын. Кімнің ала жуын аттап кетті ме? Білмеймін ғой, әйтеуір елдің бәрімен ассалаумағалейкум амандасып тыныш жүрген сияқты болған ғой негізі. Кәдімгідей ел болып дүйім жұрт, мемлекет болып, бүкіл жұмысты ысырып қойып тұрып іздейтіндей ондай преступник емес сияқты едім ғой деген ғой. БТА банктен тонап, миллиардты алып перу өткен абляс құсап шығарып қойғандар. Ойшымше, олай-бұлай енді анда кетіп қалатсам, темекі сушняктарыңды алып кел отырасыңдар ғой, айналайындар. Осы сендерге сеніп отырмын, мен басқа кімге. Қайсардың 182 мың доллардан астам крипто активі бұғатталды. Қаржылық мониторинг агенттігі қоралатып жүрген блогерге не үшін іздеу жарияланғанын түсіндірді. Күдікті әлеуметтік желілердегі жеке аккаунты арқылы аңқау қолданушыларды құмар ойынның апанына тыққан. Яғни Пинко сайтында тіркелу үшін оған бағыттайтын тікелей сілтемелерді, графикалық элементтерді және үндеулерді қамтитын бейнематериалдарды тұрақты жариялап отырған. Оған тіркелгендерге бонус беретін промокодты көрсеткен. Осы арқылы адам саны еселенген сайын Қайсарға сыйаққа түсіп, қалтасын қампайтып отырған. Ал заңсыз жолмен келген табысты жасыру үшін крипто әмиянды пайдаланған. Қаржылық мониторинг агенттігі сондағы 182 мың доллардан астам крипто активті бұғаттады. Агенттік Қайсардың алда-жалда қайда жүрген білетін азаматтар болса, мына нөмірге хабарласуын сұрайды. Қайсардың өзі енді қораға кірді.